Бұл тарих тек сөздермен емес, әуенмен де айтылады. Балалық шағымда осы жер туралы көп айтатын. Сол әңгімелердің арқасында мен құлагер туралы алғаш рет естідім. Қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы Ақан серінің өміріне арналады. Ақын поэмада ерлік пен ездікті, еркіндік пен бостандықты, жүректік пен сұлулықты, опасыздық пен көре алмаушылықты бүкпесіз ашып суреттейді. Бұл поэманың жазылуына себеп болған Ақан серінің құлагерді жоқтауы сияқты. Құлагер Ақанның шын жан досы, сырласы, мұңдасы, жол серігі еді. Серінің атын асқақтатқан ең әуелі сан талант болса, екіншісі Ақан есімімен қатар алатын пырақ құлагер еді. Ол астындағы атын бейне бір туған баласындай бөбектейді. Аламан бәйгенің алдын бермей даңқы бүкіл арқаға тараған құлагер Сағынайдың астында қастандықпен өлтіріледі. Бұл Ақанның ең үлкен қайғысы болды. Мен бұл поэманы алғаш оқығанда жай ғана бір тұлпардың емес, бір дәуірдің тағдырын сезіндім. Шығарманың кіріспе тарауында Көкшетау бауырында аттың қу басын ағаш бұтағына іліп қойып, қайың төбінде жападан жалғыз отырған жұмбақ адамды көреміз. Бұл кім? Неге жалғыз? Оны мұндай хәлге түсірген қандай орта? Егер осы сұрақтарға жауап іздесеңіз, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ақындарының бірі Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын оқуға шақырамыз.